Халықтық IPO жалғасуда. Ендігі езекте құнды қағаздар нарығына Кигок, Қазтрансгаз және Самұрық-Энерго шығарылмақ. Соның ішінде Кигок топты жарып, екінші тоқсанда акцияларын сатуға кіріседі. Алдын ала есептерге қарағанда өткен жылы компанияның табысы 71,5 миллион теңгеден асты. Бағдарлама жасалған, сол бағдарламамен жұмыстар істеліп жатыр. Бүгінгі кезде халықаралық консультанттармен жұмыстардың бәрі істелді. Бағдарлама бойынша біздің мемлекетке тапсырма берген. Осы екінші кварталда шығу үшін, соған біз дайынбыз. Бүгінде Кигок қарапайым акцияларының жалпы саны 10 миллион 767 мың 297 дана. Бір данасының құны 10 мың теңге. Халық үшін қандай бағада болатыны әзірге белгісіз. Қайткенмен ұйымдастырушылардың айтуынша, қаражаттарын IPO көмегімен жаратқан қазақстандықтар өз пайдаларын шығаруы тиіс. Бұл біздің ірі мемлекеттік жүйелі компаниялар. Олардың акциясын тез арада жаңағыдай қазақта айтады ғой, апыр-топыр сатып жіберу деген ондай бізде мақсат жоқ. Бұны асықпай, халықтың өзінің қабілетіне қарай біз жаңағы екі компаниядан жылына шығарып отырсақ, жаңағы нарықты жандандырудағы бір жағынан халықтың жаңағы бұл саладағы сауатын ашуға, екінші жағынан өз қаржысын өте тиімді жаңағы орналастыруға соған ықпал жасаймыз деп ойлаймын. Бағдарламаның алғашқы сатысы сәтті өткендіктен оған сұраныс та өскен көрінеді. Әлеуметтік сауалнаманың нәтижесі көрсеткендей, IPO-ға қатысам деушілердің саны 34%-ға артып отыр. Әсіресе қазір ғана айтылған болған Астана, Алматы және мұнай өндіретін аймақтардан сол қалалардың тұрғындары Қазтрансойл туралы сол компанияның IPO-ға өте белсенді түрде қатысып кеткен. Насихат шаралары қазірден бастап жүргізілмек. Қажетті ақпаратты арнайы сайттан немесе тәулік бойы жұмыс істейтін телефон желісі арқылы тегін білуге болады. Сондай-ақ жыл соңына дейін еңбек ұжымдарында 2700-ге жуық кездесу мен дәрістерді өткізу жоспарда бар. Жергілікті жерлерде бұл компания жаңа қарапайым азаматтарға қолжетімді болу үшін біз өзіміздің Қазпошта компанияны жұмысын қайтадан жұмылдырып, өздеріңіз білесіздер, 3000-нан астам жергілікті жерде бөлімшелері бар бұл поштаның. Сол жерде қызметкерлерді тағы да қайтадан оқудан өткізіп, тағы да мына ұйымдастыру құралдарын жаңартып, бұл компанияны трансферт агенттік қызметке дайындайтын боламыз. Қазтрансгаз акциялары 4-ші тоқсанда сатылады деп күтілуде. Самұрық-Энерго болса, бас акционері Самұрық-Қазына талаптарын орындаған кезде ғана бағдарламаға кіріседі. Оғанда жылдың соңғы 90-на дейін уақыт берілген. Электр қуатын өндіру нарығында қандай ұзақ мерзімді концепция бар бізде? Өйткені біз білеміз, 15 жылға дейін бұл станциялардың жаңа тарифі, жаңа инвестиционный тариф деген бар бізде. Сол 15 жылға дейін ғана жұмыс істейді, ары қарай белгісіз болып тұр. Соны біз өкіметте талқылап, станциялармен бәрімен келісіп, бір концепция жасауымыз керек. Содан кейін барып Самұрық-Энергоны нарыққа шығаруға болады. Осылайша халықтық IPO шеңберінде тек тұрақты компаниялар нарыққа шығарылмақ. Қалай дегенмен халықта таңдау бар. Өткен жылғы тәжірибеде бағалы. Қазірдің өзінде Қазтрансойл акцияларының 10-14%-ға қымбаттағаны байқалады.